Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз негізгі және туынды сөздер. Сөздер құрамы жағынан дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Бір ғана түбірден тұратын негізгі және туынды түбір сөзді біз дара сөздер деп атаймыз. Дара сөз деп атаймыз. Мысалы, бала, көше, ауыл, достық, егінші сияқты сөздер дара болып есептеледі. Өйткені олар бір ғана түбір сөзден тұрады. Бірақ олардың құрамы бірдей емес. Бірі тек түбірден тұрса, екіншілері түбір мен қосымшадан тұрады. Мынаған ескеріңіздер. Бірі тек түбірден тұрса, екіншілері түбір мен қосымшадан тұрады. Осыған орай олар өз ішінен тағы да екіге бөлінеді. Бірі түбір негізгі сөз болса, екіншісі туынды сөз. Түбір негізгі сөз сөздің мағынасы бар екенін, мағынасы бар ең бастапқы бөлшегі. Мысалы, бала, көше, ауыл, арман тағы басқа. Туынды сөз түбір сөзге сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Сөз тудырушы жұрнақ. Жұрнақ дегеніміз бізде үшбұрыштап белгіленеді. Түбір сөзге сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, дос, түбірі дос, жұрнақ, егінші, түбірі егінші, шышы бізде жұрнақтар болады, тағы басқа. Осымен бүгінгі біздің негізгі және туынды сөздер атты сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Келесі сабақтарды жіберіп алыңыз үшін біздің YouTube арнаға жазылып қойыңыздар.